أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz Allah'ın жәрдемімен жаңа дәрісті бастаймыз. Ол дәріс ерлі-зайыптың арасындағы ақылар, неке тақырыбы. Кітап Әл-Ахкам аш-Шари'ия фил ахвал шахсия, яғни ерлі-зайыптың арасындағы ақылар, неке жайындағы кітап. Мұхаммед Қадыр Баша рахималлах осы ғалымның кітабын бастаймыз. Бұл кітап кезінде Осман империя заманында жазылған, және бұл кітап сол Осман империя заманында кәдімгі шариғи заң ретінде жазылған. Осы кітаппен шариғи заңмен үкім еткен. Бірінші дәрсіміз Әл-Мәдда деп бастайды. Мәдда бірінші тақырып, екінші бап, үшінші бап деген секілді түрлі бапқа бөлінген. Бұл хитба жайында. Хитба дегеніміз не? Хитба дегеніміз, яғни ер кісі қыз балаға құда түседі, қолын сұрайды. Сол жайында бастайды. Өйткені некенің ең бастапқы қадамы некелесудің бірінші хитба болады. Жолығады, кездеседі деген секілді. Сол жайында үкімдер айтылады қысқаша. Кімдермен хитба жасауға болады, кімдермен болмайды деген секілді. Одан кейін неке тақырыбын бастайды. Бұл кітаптың бір ерекшелігі, жеке бір неке бабында кітап болып жазылған. Өте ішінде егжей-тегжей, толықтап, толық түсіндірген, былай айтқанда кітаптың соңында мирас бабы бар тағы. Жақсы, өте пайдалы, шәкірттерге болсын, немесе қарапайым халыққа болсын, өте пайдалы кітап. Кітапты бастаймыз. Тәжузу хитбатул мар'ати халияти ан никахин ва иддатин. Кітап айтады, басы бос айда мерзімінде отырмаған әйелге құда түсуге жайыз дейді. Манасы, ұқсат та. Бірінші, әлбетте, хитба түскен кезде әйелдің басы бос болу керек. Дұрыс па? Некеде болмау керек, яғни. Екінші, ол айда мерзімінде отырмаған әйел болу керек. Айда дегеніміз не? Айда дегеніміз талақ себепті, талақ рожаи болуы мүмкін, талақ бәйін талақ болуы мүмкін, немесе күйеуі қайтыс болуы мүмкін. Талақ себепті, талақтан кейін, немесе күйеуі қайтыс болатын болса, одан кейін күтілетін мерзім. Одан кейін шариғат өзі белгілеген күтетін мерзім. Мысалы, рожаи талақ дегеніміз не? Бұны кейін егжей-тегжей толықтай өтеміз. Айтып кетейік, түсінікті болу үшін. Қайтарып алу, рожаи деген талақ ашық, анық талақ айтатын болса. Мысалы не? Әнти талық деп айтты әйеліне, сен талақсың деді. Ашық, анық айтты талақ дейміз. Мысалы, талақ туки деп айтты, мен саған талақ қойым дейді. Ашық, анық айтатын болса, ол талақ болады. Түсінесіз ба? Бірақ та оны қайтып қайтаруға болады. Әйелі разы болсын, болмасын. Әйелінің разылығы шарт емес. Ол неке былай айтқанда бұзылған жоқ. Неке бұзылған жоқ. Бірақ бір талақ түсті да.
сол уақытта ер кісі қайтара алады. Қалай қайтарады? Сөзбен қайтара алады. Мен сені қайтарып алдым деген секілді, немесе құшақтап, аймаласып сүйетін болса, ондай қайтара алады. Біздің Ханафи мазхабымызда. Әлбетте сөзбен қайтарған жақсырақ дейді. Мысалы, антитолық деп айтты, бұл бір талақ түседі. Сол уақытта 3 хайыздың ішінде ер кісі әйелдің разылығысыз қайтара алады. Егер 3 хайыз бітетін болса, неке бұзылады. Оған қайтадан әйелдің разылығы керек, және некені жаңартады, некеден қайтадан қияды, некені шарттарға жүреді енді. Қайтадан мәһір белгілейді деген секілді, куәгер керек деген секілді, оны жеге өтеміз ала берсе, кейінгі дәрістерде. Немесе байын талақ. Байын талақтайын тұспалдап айтатын нәрселер. Мысалы, ерлі-зайып арасында ұрыс керіс болды, екеуі талақ еске алды, қыз қайта-қайта әйелі талақ маған бер деп айтты. Сен боссың деп айтты. Сен талақсын айтпа, сен боссың деді. Осында кезде ер кісі талақ ниетінде айтты ма, талақ ниетінде айтпады ма, сен боссың деп айтқан уақытта автоматты түрде байын талақ түседі дейді. Түсінді ма? Өйткені уже талақты еске алды да, бір-бірін. Талақ әңгіме болды да. Әңгіме сол тақырып болды. Сен босс дегенмен бұл жерде кісі былай айтқанда, ол егерде сен боссына басқа нәрсе ниет қылатын болса, мысалы басқа бір істен боссың деп ше, қазылық тұрғысынан бәрі талақ түседі. Дін тұрғысынан талақ түспейді. Яғни қазы үкім етеді, сен бағана ажырастың дейді. Түсіндің бе осы сөзбен? Бұны иншалла кейін толықтай өтеміз. Мына осынан кейін не? Байын талақтан кейін, егерде әлбетте неке бұзылады толықпен, қайтып некені жаңарту үшін, қайтып некелесу үшін әйелдің разылығы керек толықтай. Дұрыс па? Яғни некені шартта жүреді. Куәгер керек деген неке қию үшін мәһірді қайтадан белгілейді жаңалап. Ондай уақытта өзінің айдасында отқан уақытта баған некені қайтып неке қия береді. Ешқандай зиян жоқ. Өйткені өзінің әйелі ғой. Өзінің күйеуінің айдасында отырды. Айдасын бітіру шарт емес та. Енді бізде айдада некелесу болмайды ғой. Дұрыс па? А бұл жерде өзінің әйелі ғой. Ол өзі айдас ішінде де некелесе береді. Түсінді ма? Мына осындай, егер талақ беретін болса, түсінді ма? Осы 3 хайыз аралық күтеді, о талақ берген, ажырасса ше. Не болады? Осы айда дейді. Осы мерзім дейді. Немесе күйеуі қайтыс болуы мүмкін. Дұрыс па? Күйеуі қайтыс болатын болса, 4 ай 10 күн мерзімді күтеді. Мына осындай бір әйел күйеуімен ажырасса, сол мерзімді күтсе, күйеуі қайтыс болсын, айырмасы жоқ. Түсінді ма? Немесе байын талақ себепті айдада отыратын болса, жалпы мерзімде болатын болса, онда оған құда түсе алмайды, оның қыздың қолын сұрай алмайды. Түсінді ма? О мерзімде айдасын бітіріп, бітіргеннен кейін сол уақытта құда түсе алады. Бірінші мадда осымен аяқталды. Екінші мадда келеді. Тахруму хитбатул муътаддати тасрихан. Саваун канат муътаддатан ли талақин раджи'ин ау баин ау вафатин. Раджи'i, түсінікті ғой раджи деген, бәйін талақтың иддасында немесе күйеуі қайтыс болып иддада отырған әйелге ашық, анық сөз салу харам болады дейді. Ашық, анық деген қалай? Мен сені әйелдікке алғым жатыр деп, мен сені әйелдікке алуды қалаймын деген секілді. Түсінді ма? Ашық, анық айту не? Харам болады. Алайда күйеуі қайтыс болса,
сол 4 ай 10 күн мерзімнің ішінде ашық анық айтпастан тұспалдап айтуға болады. Хитба жасауға тұспалдап ше, былай айтасыз. Мысалы, мен осындай жесір әйелді өз қамқорлығыма алғым келген еді деп ше, тұспалдап ше, айтуға болады. Мысалы, сол үшін шейх айтады кітапта: وَيَصِحُّ إِظْهَارُ الرُّغْبَةِ تعريضا لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات. Күйеуі қайтыс болып, иддада отырған әйелге тұспалдап айтуға болады дейді. Түсінді ма? Айтқандай өз. Алайда ражи'i байын талақтың иддасында отырған әйелге тұспалдап та айтуға болмайды. Түсінді ма? Ражи'i байын болса, не үшін деп айтуы мүмкін біреу ағайындар? Өйткені ражи'i болса, түсінді, әлі неке бұзылмады ше. Оған құда түсетін болса, талас не деген ұрыс керіс болуы мүмкін. Дұрыс па? Әліге күмәндануы мүмкін күйеуше. Ол сен алдын сен бір кісімен жүрген едің, жүргенсің, сосын осында мінезін өзгерді деген секілді бар ғой. Түрлі фитна себеп болмайды, харам болады. Енді байын талақ не үшін ағайындар? Байын талақ берді ғой. Ол мерзімді хитба жасауға болмайды, мүлдем. Ашықта тұспалдап та болмайды. Ол да ағайындар фитнаға себепші болуы мүмкін. Әлбетте. Өйткені бірінші қайтарып алуға оның күйеуі ақысы бар ғой. Дұрыс па? Егер де ол сондай уақытта құтпа түсуге, хитба жасауға шариғат ұстап бергенде не болатын еді ағайындар? Күйеуіне күмән салатын еді. Дұрыс па? Сөйтіп құда түсетін кісімен күйеуімен арада ұрыс керіс түрлі фитнаға себепші болуы, тіпті өлтіруге де алып бару мүмкін еді ағайындар. Сол үшін бұл уақытта не? Жоқ, болмайды ағайындар. Иддасында отырма, хитба жасауға болмайды. Ал егер күйеуі қайтыс болатын болса, дұрыс па? Онда тұспалдап айтуға болады да. Тұспалдап. ولا يجوز الأخذ على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها. Алайда жоғарыда айтылған мерзімде отқан әйелдің бар ғой, мерзімі аяқталмай жатып, біреуіне де некелесуге болмайды дейді ағайындар. Идда бітпей жатып, неке дұрыс болмайды. Неке мүлдем дұрыс болмайды. Дұрыс па? Айтты ғой, хитбада харам болатын болса, неке, одан түсінеміз біз, неке дұрыс болмайды. Сол үшін идданы бітіріп болғаннан кейін не? Әлбетте, мерзімін аяқтағаннан кейін ғана некелесуге рұқсат. Және тағы да айтып кетсек болады, бұл жерде хитба жайында, егерде бір бауыр бір қызбен сөйлесіп қойды, келісіп қойды, тұрақтады, құда түсіп қойды ше, сол бауырын үстінен аттап, сол қызбен хитба жасауға болмайды. Макрух тахрима болады, күнәһар болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. Бауырының, құда түсіп қойған қызымен үстінен сендердің ешқайсысын хитба қылмаңдар дейді. Ол да шариғи үкімдер айтылған. Жалпы ағайындар, мына келесі тақырып. Үшінші мадда: يجوز للخاطب أن يبصر مخطوبته وينظر إلى وجهها وكفيها дейді. Сөз салған жігіт, құда түскен жігіт, қыздың жүзіне, алағанына қарауға рұқсат дейді ағайындар.
осыны біз ескеру керек. Біреулер бар, мысалы ше, хижаб кисе де, беті аурет емес та, соған себепсіз қарауға болмайды, бауырлар. Әйелдердің жүзі, ағайындар, себепсіз қарауға болмайды. Әйелдің жүзі намазда ол аурет емес. Бірақ намаздан тыс бөгде ер кісілер әйелдердің жүзіне ешбір себепсіз қарауға болмайды. Ол көз зинасы болады. Түсінді ма? Ол көз зинасы болады. Тек қана қашан болады екен? Сен бір кісімен, әйелмен құда түсуді қаласаң, онда қарауға болады. Онда шариғат рұқсат береді. Және екі алақанына қарауға болады. Не үшін алақанына қарауға болады? Не себепті десеңіз, адамның алақаны, оның денесі, толық па, арық па, сол арқылы бір белгі кенше, сол арқылы адамды байқауға болады, қарауға болады. Адам толық па, арық па деген секілді бар ғой, алақанына қарауға болады. Және хитба деген уақытта бауырлар ескерту. Алла баршамызды кешірсін ағайындар. Бұл хитба жасалған уақытта оның әкесі, оның оған жауапкер уәли ағасы, емес көкесі деген болу керек. Жеке шығып, адамдар көретін жерде болса да, ағайындар, бұл шариғи хитбаға жатпайды. Бұл әшін кездесу деген секілді шариғатқа хитбе жатпайды ағайындар. Түсінді ма? Бұрын хитба былай болған. Бала әкесінің үйіне келген, сөйтіп әкесі қызын шақыртқанша шай құюға. Неміз тәтті тағамдар алып келдіңе ше. Сөйтіп келген уақытта кісі оның жүзіне қараған. Әйел кісіге де ер кісінің жүзіне қарауға болады. Сөйтіп қасына отырғызған ше, әкесі ше. Сөйтіп сөйлескен. Сөйлесуге де болады ағайындар. Дұрыс па? Сіз сұрақ қойыңызға болады. Өйткені сұрақ қою арқылы сол қыздың ақылын деңгейін білуге болады да. Қандай екенін, несін білуге, бақылауға болады да. Сұрақ қою, тахажжуд оқисыз ба, мысалы ше, қанша Құран жаттағасыз деген секілді әртүрлі сұрақ қоюға болады. Әкесінің қасында. Қыз да балаға сұрақ қоюға болады. Міне осындай кезде бізде дұрыс емес пікір бар. Қандай десеңіз, осыны әкесіне айтатын болса, әкесінде бір қызғаныш пайда болады ше. Қалай мен алдымда сен менің қызбен сөйлесесің? Қалай мен алдымда менің қызбен сөйлесесің деген сияқты ше. Бұл өтірік қызғаныш. Ағайындар, біліп қойыңыздар. Егер сен олай рұқсат бермесең қызына, онда ол қыз сенің рұқсатынсыз бөгде ер кісімен сөйлеседі. Сол үшін шариғи үкіміне разы болу керек. Ол ең жақсы дұрыс сондай. Әкесінің қасында сөйлеседі. Түсінді ма? Ойын біледі деген секілді. Яғни айтқымыз келгені, кейде бауырлар осындай біздің шариғатымызда бірінші көріп, хитба жасап, одан кейін үйленген жақсы. Өткені көрмей тұрып бар ғой, мысалы, қызды алатын болса, кейін оған ұнамай қалатын болса, мінезі сәйкес түрі ұнатпаса, онда әртүрлі ажырасуға себеп болады. Сол үшін ажырасудың алдын, осында ажырасу шариғатта көбеймеу үшін не болды? Қызбен оның жүзін көріп, онымен сөйлесіп алған дұрыс. Енді қыз бен бала жеке сөйлесіп, оның мезін сіз толықты біле алмайсыз, бауырлар. Оның мезін толықты білу өте қиын. Сол үшін қыздың шынайы мінезін білгіңіз келсе, онда оған жауапты, оның мұғалім болуы мүмкін, ұстазы болуы мүмкін, қасындағы достары болуы мүмкін, немесе көршілері болуы мүмкін деген секілді, сол арқылы білуге болады ше. Ал сен қанша мен аралассан да, 1 жылдап, 2 жылдап аралассан да,
ол да сенің мінезіңді біле алмайды, сен де оның мінезін біле алмайсың, былай айтқан бір мінезін толықтай білмейді. Сол үшін шариғатта рұқсат берген нәрседен аттап өтпейді, дұрыс па? Шариғат рұқсат берген әкесінің қасында, әкесінің алдында жүзін көріп, келісіп, қарап, сөйлесіп, сол уақытта шешім қабылдаған дұрыс. Алла разы болсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.